Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ИП-ны қалай тіркейміз сол туралы әңгіме болады. ИП тіркеудің әрине бірінші тәсілі ол салық департаментіне өзіміз барып өтініш қалдыру арқылы. Екінші тәсілі ол үйде отырып онлайн тіркеу тәсілі. Бүгін сіздерге мен ИП-ны e-лицензия сайты арқылы тіркеуді көрсететін боламын. Алдымен бізге керек ақпараттар. Қандай ақпараттар? Ол біздің тіркелген мекенжайымыз, яғни адрес прописка. Екінші, ИП тіркелетін мекенжай. Яғни ол кәсіп қай жерде орналасты, сол мекенжай тіркейміз. Егер де сіз үйде отырып кәсібіңізді жүргізетін болсаңыз, онда жаңағы адрес прописканы жазамыз. Одан кейін бізге керек ақпарат ол электрондық почта, email почтасы яғни. Почтовый индекс, одан кейін телефон нөміріміз міндетті түрде, ИП атауы және қандай кәсіппен айналысамыз. Соған қатысты окет болу керек. Алдын ала дайындап қою керекпіз. Енді сіздерге ИП-ны қалай тіркейміз, сол бойынша e-лицензия сайты арқылы тіркеуді мысал ретінде көрсетейін. Және айттым сіздерге егов арқылы да, e-лицензия сайты арқылы да кіріп тіркеуге болады. егов арқылы мысалы кіріп те жасауға болады ЕЦК арқылы, немесе мына жерде ЕЦК лицензиясын таңдау арқылы да e-лицензия сайтына кіруге болады. Егер бұрында сізде ИП тіркелген болса, сізге жай ғана кіру батырмасын басып тіркеуге болады. Кіруге болады. Ал егер де сізде бұрында ИП болмаған болса, сіздер міндетті түрде тіркелу батырмасын басып, осы сайтқа, порталға тіркелу керек болады. E-лицензия порталына. ЕЦК-ның көмегімен тіркелем. Қараңыздар, мына жерде міндетті түрде таңдаймыз. Әрі қарай дейін батырманы басамыз. Егер де біздің данныйымыз уже бар болса, бұл жерде тіркелу келмейді. Өйткені мәліметтер бар біз туралы. Ол үшін біз жай ғана кіру батырмасын басамыз дедім. Мен туралы мәлімет бар болғаннан кейін мен жай ғана көрсетейін деп отырмын. Мына жерде тіркелген кезде міндетті түрде электрондық почта керек болады. Және құпия сөз, осы порталға арналған құпия сөз жазу керек болады мына жерде. Ол құпия сөзде міндетті түрде латын әрпінен бас әріп, кіші әріп, сандар және символдар болу керек. Символдар дегенде ол жаңағы доллар, собачка деген сияқты, решетка деген сияқты сондай символдар жазуға болады. Және парольді растау деген жерге жаңағы парольді қайталап сертификатты таңдау деген батырманы басамыз. Егер де сізде ЕЦК-ңыз бұрынғы типті болса, яғни екі кілтті, аут және RSA кілтті болса, бұл жерде тіркелуде ең бірінші аут сертификатын таңдап кіресіз. Так, біз енді кіру батырмасын басып кірем, өйткені мен уже тіркелгенмін. Мына жерде мен қараңыз, QR код арқылы да кіруге болады, бір реттік код арқылы да кіруге болады. Жаңағы логин парольді арқылы да кіруге болады. Ең жазып және парольді жатқа білсек солай кіруге болады. Жаңағы тіркелгенде жазған парольді немесе жаңағы ең удобный тәсілі ол бізде ЕЦК арқылы, егов арқылы кіріледі. ЕЦК деп таңдаймыз және сертификатты таңдаймыз. Мен жағдайымда енді аут пен ескі вариант ЕЦК. Осылай кіріп аламыз. Егер де сізде жаңа айттым, бұрында тіркелген болсаңыз, кейбір кезде мына жерде көк жанып тұрады. Егер де сіз қайтадан тіркеліп жатсаңыз, ИП ашқалы жатсаңыз, мына жердегі көк батырманы алып тастайсыз. Осылай серый болып тұру керек. Сұр түсті болып тұру керек. Енді қараңыздар, бұл жерде қызмет көрсету батырмасын таңдаймыз. Бұл жерде міне бөлімдер бар. Сол бөлімдердің ішінен біз хабарлау тәртібі деген бөлімді таңдаймыз. Оның ішінде ең біріншісі тұр, дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама. Осыны
осы вкладканы таңдаймыз да, және оның біріншісін таңдаймыз. Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама. Қараңыз, осыны басқан кезде сіздерде мына жерде көк болып тұру керек. Көк болып тұрғаннан кейін ары қарай басамыз да, кіреміз да, өзіміздің адрес прописки, яғни мекен жайымыздың, тұрғылықты мекен жайымызды таңдаймыз. Мысалға, мен өз облысым таңдадым, өзімнің салық департаментін таңдадым. Так, мен жаңадан деп бастайын. Так, міне қараңыз, сіздің көп мәліметтеріңіз онда дайын тұрады. Яғни хабарлама нөмірі, өтініш күні, ЖСН, тегіңіз, атыңыз, әкеңіздің аты дайын тұрады бұл жерде. Енді ары қарай түсетін болсақ, мына жерде жеке куәліктің несі, нөмірі, берілген күні, барлығы автоматты түрде тіркеліп тұрады, жазылып тұрады. Енді бізге керегі тек қана мекен жайымызды толтыру. Бұл жерде өзіміздің почтамызды жазамыз. Почтамызды білмесек, 6-4 жазау болады. Егер де білсеңіздер, жазған дұрыс. Енді мен ескі почтам адресін ғана білемін, осыны жазсалайын. Мына жерде адрес таңдалып тұрады, және бұл жерде таңдалып тұрмаса өзіңіз таңдап аласыз, мына батырманы басып арқылы. Мына жерде мысалы облысты таңдап, қаланы таңдап, немесе район баса районды таңдап, өстіп таңдап аласыз. Егер басып арқылы. Менде таңдалып тұр, көшенің атауы, жұлдызша тұрған жерлерді міндетті түрде толтыру керек болады. Үйдің нөмірін, пәтердің нөмірі міндетті емес, бірақ толтырсаңыз да болады. Телефон нөмірді міндетті түрде жазамыз. Одан кейін келесі бізде запрос ұстаймыз. Жаңағы салық комитетіне бізге рұқсат бар ма деген сияқты запрос ұстаймыз. Міне, рұқсат бар деп тұр, регистрация по возможно, деген жауап алып тұрмыз. Енді одан кейін, одан әрі деген батырманы басып кіре береміз. Бұл жерде енді дара кәсіпкердің орналасқан орнының мекен жайы, яғни ИП-ның адресі. Егер де сіз сол бір адресте жұмыс істеп жатсаңыз, сол адресті қайтадан жазсаңыз болады. Пәтердің нөмірін жазу міндетті емес, телефон нөмірді міндетті жазу. Келесі астына түсеміз. Енді бұл жерде дара кәсіпкер болғаннан кейін личный деп тұрады, және дара кәсіпкердің атауын міндетті жазамыз. Сіз мүмкін фамилияңызды жазсаңыз болады. ИП Маратова, немесе просто Маратова. Мысалы, менің фамилиям Маратова, Құр Маратова деп жазуға болады. Немесе қызығырақ болсын, ИП Маратова деп жазуға болады. Бірақ ол бәрібірде ИП-ның атауына бәрібір. Қалай толтырсаңыз. Енді салық салу тәртібінің режимін ең маңызды нәрсе осы жерде режим таңдау. Сіздің кәсібіңізге, кәсібіңіз оқетіңіз қай режимге сай, сол режимді таңдау керек болады. Енді менің режимім, жұмыс жасайтын режимім, обращенный режимге де келеді, ОР режимге де келеді. Мысалға, мен обращенный режим таңдаймын. Одан кейін одан әрі деген батырманы басам. Ең маңыздысы мына жерде окет таңдау. Окет сіздің режиміңізге сай келу керек. Негізгі окетті осы жерге жазу керек болады. Егер де сізде бірнеше қызмет түрі болса, мына жерге қосу арқылы мына жерге қосымша окет түрін жазасыздар. Негізгі окетті осы жерден таңдайды. Мысалға, мен өз окетімді жатқа білгенде, мына жерге теріп, найти деген батырманы бас салсам болады.
немесе жатқа білмесеңіздер осы жерден таңдап алсаңыздар вот ашып былай салаларды біліп, қателесіп кеттім. 0.90. Мысалы, мынау кетке бірнеше қызмет түрлері кіреді, менің қызметім осы жерге кіреді, сол үшін осы саланы бүйтіп таңдап, ары қарай одан әрі деген батырманы басу керек. Енді бұл жерде растау үшін ECQ арқылы ERSA кілтімен таңдап қол қоямыз. Немесе егерде сізде жаңадан ECQ болса, сол бір кілтпен қол қойып, ары қарай қол қойғаннан кейін сіздерден мына жерде хабарлама шығады. Оны мысал ретінде мен қазір көрсетемін. Қараңыз, егерде сіз міне уже тіркелуге жібердіңіз, жібергеннен кейін мына жеке кабинет деген бөлімде, жаңа e-лицензияның мына жерде менюларында жеке кабинет деген бөлімде өтініштер мен алынған қызметтер тарихы бар. Сол жерге басқанда хабарламалар деген бөлімде мына жерде сіздің ИП-ға тіркеуге жіберген күн неңіз толып тұрады. Мына жерге лупаға басқан кезде мынандай нелер тұрады. Осын сақтап алу керек. Хабарламаны жүктеу деген осын басып сақтап аласыз өзіңізге. Одан кейін мынау маңызды, одан кейін мына ИП талон маңызды. Осы екеуін сақтап аласыз өзіңізге. Егерде мынау анкета, толтырылған анкета, үшеуін де сақтап алады. Мысалы, мынау уведомление, яғни сіздің ИП-ға тіркеуге жіберген уведомлениеңіз, және мынау талонды. Негізгі талон көп жерде саратылады, сол талонды жүктеп алсаңыздар болады осы жерден. Мына жерде жеке кабинет, өтініштер мен алынған қызметтер тарихы және хабарламалар деп таңдайсыздар. Осы назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.